Сәлеметсіздер ме оқушылар? Алдарымыздағы киіз үйдің бір жағына жапсырылған суреттер бойынша 3 топқа бөліне қояйық. Бірінші топ есеп шот, екінші топ электронды есептеу машиналары және үшінші топ компьютер. Топтарға бөлініп болсақ, 3 топқа бөлініп отыра қояйық. Жақсы балалар, енді сабағымыздың өткен тақырыпты еске түсіру мақсатында тақтаға назарымыз аударайық. Джойстикке сайт әдісі бойынша, квест ойыны бойынша сұрақ қойылады. Әр кабинетте сұрақтар жасырылып тұр. Сол сұрақтарды тауып, сұрақтарға толық жауап бересіңдер. Бірінші сұрақ: алғашқы санау құралдары қандай болған? Екінші: есеп шоттар әртүрлі елдерде қандай атауларға ие болды? Үшінші: логарифм сызғышы қай жылы шықты? Төртінші: Чарльз Бэббидж қандай машинаның жобасын құрастырды? Бесінші: алғашқы программалаушы кім? Жаңа тақырыпты ашпастан бұрын тақтаға назар аударайық. Суреттер сөйлейді әдісі бойынша тақтада бірнеше суреттер көрініп тұр. Сол суреттерді тауып, бүгінгі жаңа тақырыбымыздың тақырыбын ашамыз. Өздеріңіз суретте көріп тұрғаныңыздардай Тюринг машинасы, транзисторлар және Бэббидж шығарылған логарифм сызғыштарын көріп отырсыздар. Және сонымен қатар 21 ғасырда дамыған смартфон телефондарды, жаңа ғасырда дамыған жаңа ноутбук планшеттер көріп отырсыздар. Яғни бүгінгі жаңа тақырыбымыз есептеу техникасының дамуы мен келешегі деген тақырып болады екен. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты есептеу техникасының даму тарихымен танысу, компьютердің даму кезеңдерін, буындарын сипаттау. Енді балалар жаңа материалды түсініп алу үшін 20 беттегі тақырыппен танысып оқып алу әдісі бойынша оқып талқылайық. Яғни жаңағы негізінен электронды есептеу машинасының даму тарихы негізінен 4 буынға бөлінеді екен. Бірінші буын 1946 жылы, 1958 жылдар аралығы. Бұларда электронды вакуумды шамдар пайда болған екен. Екінші буында 1958-1964 жылдарығы транзисторлар пайда болған екен. Үшінші буын бойынша 1964-1971 жылдары интегралды микросұлба пайда болды. Төртінші буын 1971 жылға қазіргі уақытқа дейінгі жылдан бастап жаңа компьютерлар, смартфондар пайда болды. Өздеріңіз көріп отқандай вакуумдар, транзисторлар, интегралды сұлбалар және жаңа дамыған замандағы компьютерлар көріп отырсыздар. Сонымен қатар қалта компьютерлары, суперкомпьютерлар және смартфондар пайда болған екен. Енді тақырыбымызды ары қарай практикалық тапсырмаларға көшейік. Әр топқа әртүрлі 5 сұрақ беріледі. Сұрақтарға жауап алынады. Дескриптор бойынша 3-4 сұраққа жауап берсе 2 балдан қойылады, 1-2 сұраққа жауап берсе 1 балдан қойылады. Бірінші сұрақ бойынша бірінші топқа 1 буынның компьютерларының ерекшеліктері қандай? Екінші сұрақ: 2 буынның компьютерлары қай жылы шықты? Үшінші буын компьютерларының басқа буын компьютерларының айырмашылығы неде? Төртінші: алғашқы микропроцессор қай жылы шықты? Бесінші: тасымал компьютер деген не? Екінші топқа да үшінші буын компьютерларының көлемді ақпарат сақтай алу мүмкіндігінің себебі неде? Жетінші сұрақта: неліктен қалта компьютерлары кез келген уақытта алып жүруге ыңғайлы? Сегізінші: қалта компьютерлерін неліктен цифрлық көмекші деп атайды? Тоғызыншы сұрақ: смартфон деген не? Суперкомпьютер деген не? Бұл балалар практикалық сұрақтарға жауап. Жұптық жұмыс. Әр топ жұптық жұмыс жасап, ноутбукта тапсырманы орындайды. Яғни есептеу техникасының дамуы мен келешегі туралы өз ойларын тұжырымдап жазады. Электронды есептеу машинасының даму тарихы туралы слайдтар құрастырады. Үшінші: заманауи цифрлық техникалар туралы слайд құру. Балалар, сонымен сабақ түсінікті болатын болса, бекіту әдісі асықтар әдісімен жүреді. Алдарыңызда түрлі түсі асықтар, сұрақтар жасырылған. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы мен сендерді бағалаймын. Бүгінгі сұрақтар: ЭВМ-нің даму тарихы неше буындарға бөлінеді? Есептеу техникасының даму перспективалары қандай? Цифрлық көмекші деп қандай компьютерларды атайды?
Алғашқы смартфондар қай жылы пайда болды? Болашақта қандай компьютерлардың болғанын қалайсыздар? Үйге тапсырмала қояйық. 24-ші беттегі дәптерге орында кестені толтырып келесіңдер. Екіншіден, болашақта қандай компьютерлардың болғанын қалайсыздар? Өз ойларыңды суретпен бейнелеп келесіңдер. Кері байланыс жасап жіберіп, тақтаға қарап, Вейнс-Гарден әдісі бойынша кері байланыс бере қойыңыздар. Сіздерге сабақ ұнады ма? Қай тапсырма сіздер үшін сәтті болды? Сіздер үшін қай тапсырма қиын болды? Қай тапсырма сіз үшін қызық болды? Назар ауып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды.